Ұлттық байлықтың халықтың мүддесіне жұмсалуы және оның игілігін көруі әділетті мемлекетті құрудың нақты көрінісі деп айтуға толық негіз бар. Қазіргі таңда ресми деректер бойынша елімізде 18 жасқа дейінгі балалардың жалпы саны 6,7 миллион адамды құрап отыр. Ұсынылған заңға сәйкес ұлттық қордың инвестициялық табысының 50%-ын 18 жасқа дейінгі барлық жастағы балалар арасында тең бөлу көзделген. Ұлттық қор қаражатын білім алуға және тұрғын үй жағдайын жақсартуға бағытталған нақты екі мақсатта пайдалану ұсынылады. Білім алу бағыты бойынша қаражатты жоғарғы оқу орындарының ақысын төлеуге немесе мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесіне аударуға мүмкіндік беріледі. Шетелдік оқу орнына оқу ақысын төлеуге қаражатты пайдалану шектелмейді. Тұрғын үй сатып алу немесе тұрғын үйдің жағдайын жақсарту бағыты бойынша қаражатты пайдалану тек Қазақстан Республикасы аумағында ғана рұқсат етіледі. Сонымен қатар бұл қаражатты бастапқы жарна, ипотекалық қарыздар бойынша төлем ретінде аударуына мүмкіндік беріледі. Қазақстан Республикасы азаматтары 18 жасқа толғанға дейін қатысушылар болып есептеледі, кәмелетке толғаннан кейін алушылар санатына өтеді. 18 жасқа толған кезде жинақталған қаражат баланың айрықша меншігі болады, өзі ашқан уәкілетті операторлардағы шоттарға жіберіледі. Сондай-ақ алушылар ретінде заңды өкілдер мен мұрагерлер де бола алады. Бала 18 жасқа толғаннан кейін шоттағы қаражат 10 жыл бойы сақталатын құқық беріледі. Шоттағы қаражат 10 жыл ішінде талап етілмеген жағдайда сол адамның зейнетақы шотына аудару мүмкіндігі бар. Қазақстан Республикасы азаматтығынан айырылған немесе ауысқан кезде төлемдерге талап қою құқығы жойылады. Жобаны іске асыру үшін Қазақстан Республикасының 6 кодексі мен 10 заңдарына толықтырулар мен түзетулер әзірленді. Қолданыстағы заңнамалардың 44 бабына 60-тан астам өзгерістер мен түзетулер енгізу көзделген. Түзетулер келесі сұрақтарды қамтиды: мемлекеттік органдардың құзыреті, тыйым салуды болдырмау, өндіріп алуды болдырмау, шығыс операцияларын уақытша тоқтатуға, клиенттің келісімсіз ақшаны алып қоюға, банкте орналастырған ақшаға билік етуді уақытша шектеуге жол бермеу мәселелері. Шоттардағы қаражаттың мақсатты пайдалануын сақтау үшін жобаның операторы ретінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамы айқындау жоспарланып отыр. Қордың инвестициялық табысынан қаражат бөлу бұл экономиканың басты заңдылығы, ұлттық байлықты әділетті бөлу принципін қамтамасыз ететіні сөзсіз фактор.